балалардың бәрі фри картофын жегісі келеді, пицца жегісі келеді, суши жегісі келеді, бірақ еттен котлет жегісі келмейді, айран ішкісі келмейді. 5000 теңгеге пайдалы тамақтар келеді. Біреулер дұрыс тамақтанады, суды ішеді, жаяу жүрмейді, далаға шықпайды. Біреулер барлығын ұстайды, бірақ уақытында ұйықтай алмайды. Біз демалып, ағзамыз ұйықтап, энергия алу үшін арналған. Түн соған арналған. Тәттіден ләззат алып үйреніп қалған болсақ, тек қана тәттіні сезуге тырысып отырамыз. Түнде ұйықтамайтын адамдарда күні бойы тәбеті өте жоғары болады. Сәлем достар, денсаулық YouTube каналында кезекті сұхбат. Бүгін менде қонақта дәрігер, нутрициолог, диетолог Марал Бүркітбайқызы, қош келдіңіз. Қош көрдік. Марал ханыммен бүгін біз тағы да актуалды тақырыптардың бірі дұрыс тамақтану, артық салмақ, керісінше салмақ қоса алмау деген тақырыпта әңгіме қозғағалы тұрмыз. Өйткені дәрігерлердің барлығы ас адамның арқауы дейді, ауру астан дейді. Кез келген аурудың негізгі себебін іздесек, бұл біздің дұрыс тамақтанбауымыз. Жалпы соңғы бір 10 жылдың ішінде біздің тамақтану тәртібіміз өзгерді. Біз жеңіл көмірсу тамақтарына, фастфудқа көштік, полуфабрикаттарға көштік. Бұл біздің ағзамызға, жалпы ұрпағымыздың ағзасына, денсаулығына маман ретінде айтсаңыз, қандай кері әсерін тигізіп жатыр? Бұл жерде ең бірінші біздің күйімізге әсер етеді, биохимиямызға әсер етеді. Тамақ ол біздің қанымызға тікелей әсер етеді. Яғни ол оның құрамындағы иммуноглобулиндерге, мысалға иммуноглобулиндер бізде жаңағындай әртүрлі грипп, вирустар болған кезде бізді қорғауға жауапты. Осы иммуноглобулиндердің төмендеуіне, иммунитеттің төмендеуіне тамақ тікелей биохимияға, соның ішінде ас қорыту ферменттеріне әсер етеді. Ас қорыту ферменттерінің төмендеуіне, майларды қорытатын ферменттер бар, майларды бөлшектейтін өт қышқылдары бар, көмектесетін, сол токсиндерді шығаруға көмектесетін өт қышқылдары өт бар. Соның барлығына тікелей гормондарға, биохимияға әсер етеді. Ол неге алып келеді? Жаңағындай ферментативті жетіспеушіліктер, яғни ағзада майдың көбеюіне, гормональ дисбаланстар, депрессия, апатия деп жатады, жаңағындай қазір өте жиі кездесетін меланхолия, менде меланхоличное состояние деп, депрессивное состояние деп диагнозы қойылып жатады ғой. Сондай күйге әкеледі тікелей. Содан кейін ағзаның гормональды дисбаланс, сосын ферментативті дисбаланстар, сонымен қоса ас қорытатын ферменттердің, компоненттердің жетпеуіне алып келеді. Тікелей біздің ол сыртқы мүсінімізден көрсетеді. Өйткені мысалға мен егерде 40 жасыма дейін дұрыс тамақтанбайтын болсам, 40 жасымда мен қандай болар едім. Жаңағындай дұрыс тамақтанбасам, мен бір 50-60-қа ұқсап қалам, 50 жасқа дейін. Тікелей мүсінімізге тамақ тікелей бет-әлпетке, мүсінге, көңіл күйге әсер етеді. Марал Бүркітбайқызы, қазір енді дұрыс тамақтану деген дүниені ұстану үшін көрермендердің барлығы айтуы мүмкін, дұрыс тамақтану үшін көп қаражат керек. Ақша көп кетеді деп. Мысалы, қарапайым 5000 теңгеге дүкеннен жаңағы вафли, пряник, кола, газдалған сусын, тағы не, кәмпит деген дүниелерді алдық. Ал сол 5000 теңгеге пайдалы тамақтардан сіз не ұсынар едіңіз? Жалпы ойша. 5000 теңгеге тауық еті, жұмыртқа, жаңағындай чечевица, маш секілді ақуызды тамақтары, содан кейін көкөністер міндетті түрде, содан кейін жеміс-жидектер, соның барлығын келеді 5000 теңгеге негізі, өзім көргенмін мен. Бірақ та мынандай мәселе, артефакт дейтін нәрсе бар, ол яғни мақсатқа талпыну, соны өзіңе алып беру бір зат дейді ғой, яғни қатты қажет, мотивация. Неге біз осы қаржыға қойып қоймыз керек? Неге біз солай дефицитті ойлануымыз керек? Керісінше, мен мүсінім әдем болу үшін, сапалы қартаю үшін, денім сау болу үшін, мысалға комплименттер алу үшін да,
ол да бір психология әсер. Неге көбірек ақша таппасқа? Неге біз аз қаражатты былай есептеуіміз керек? Неге керісінше соған талпынбасқа? Мүмкіндік бар. Наоборот, керісінше денсаулыққа көп мән берген кезде энергия көбейеді. Тікелей табысқа әсер етеді. Менде кәсіпкерлер бар өтіп жатқан. Жаңағындай сопровождение алады, консультация алады, тікелей табысқа әсер етеді. Өйткені олар біледі. Тамақтану, биохимия тікелей психологияға, состояниеға, күйге әсер. Энергия ол біз тамақтан энергия аламыз. Ал энергияны содан кейін өзіміздің потенциалымызды ашуға қолданамыз. Мақсатымызды, арманымызды орындау үшін. Ал тіпті енді болмаса жоқ, менде бір ғана жаңағындай айлық қаражатым бар. Соған мен өмір сүруім керек. Мен ондай қосымша табысты ойламаймын. Сапалы өмір сүру әдем болып ойламаймын. Просто денім сау болса болды десе, оған да болады. 5000 теңгеге пайдалы тамақтар келеді. Және де осындай тойымдылық сезімін алып келетін тамақтарды алуға болады. Сіз диетолог маман ретінде күніне неше рет тамақтану ретін ұсынасыз? Біреулер 5 рет аз-аздан жеу керек дейді қазір. Біреулер таңғы ас тойып жеу керек, түскі ас жарты тарелка жесең болады, кешкі асты мүлде ішпей қою деген дүниелерді айтады. Кімге сенеріміз білмейміз, қайсы дұрыс екенін ажырата алмаймыз. Барлығына бір нәрсе болмайды. Әрбір адамның өзінің өмір сүру салтына байланысты, оның жұмысына байланысты, қанша ол энергия кетіреді, соған байланысты тамақтану таңдалынады. Мысалға, егер де ол спортпен айналысатын адам болса, қазір спортпен көп адам айналысып жатыр, мен өзім фитнес-клубта жұмыс жасаймын, ол кісіге 4 рет, 5 ретте тамақтанса болады. Мысалға, ол оймен де жұмыс жасайды, яғни түске кештен кейін, түстен кейін спортпен айналысады. Физикалық болады, 4 рет тамақтанса болады, 5 рет тамақтанса болады. Қатты физикалық кардио тренировкалар болса. Жоқ, егерде физикалық жаттығу жоқ, көбінесе отырып жұмсай, офистік жұмыстар болса, онда 3 реттік тамақтану болады. Ал егерде мысалға қарт адамдар болса 4 рет болады. Жасөспірімдер, өсіп жатқан балаларға 4 рет, 5 рет болады. Яғни оның жас ерекшелігіне байланысты, жынысына байланысты, оның биохимиясына да байланысты. Біз қазір сау адамды айтсақ, осы сыртқы факторларға айтамыз. Жұмыс орнына, физикалық жаттығуына, жасына, жынысына байланысты тамақтану таңдалынады. Ең бастысы бұл жерде интуитивті түрде сезіну тамақты. Тойып тұрмын, тоймай тұрмын. Өйткені қазір тамақтану бұзылыстары өте көп. Тойып тұрмын, тоймай тұрмын деуге байланысты қазір біз тамақ ішкен кезде ересекте болсын, балаларда болсын, смартфонды қарап отырып тамақтанамыз. Ол сіңімді бола ма, жоқ па? Сіңімсіз болады, міндетті түрде. Ол бізге тамақтану әдетін бұзылуына алып келеді. Бұл кезде қандай бір компульсивті тамақтану бұзылысы деген бар. Тамақтану бұзылыстар бар, өзі компульсивті, импульсивті болып бөлінеді. Яғни бұл жерде тамақ ішкеннен кейін ойланады. Мысалға айтады, мен пайдалы тамақтанғым келеді, салмағымды түзегім келеді, денсаулығымды түзегім келеді дейді. Бірақ та тамақ ішіп алғаннан кейін ойланады. Неге мен бұны өзім айтқан сөзімде тұрмадым? Мен бүгін ұнды тамақ жеп қойдым ғой тағы да. Тағы да мен бүгін сөзімде тұрмадым, тағы да оның өзінің ішкі күйіне әсер етеді. Бұл дегеніміз ойдың шашыраңқы болуы, яғни смартфон тікелей концентрацияға әсер етеді. Тікелей контрольге әсер етеді. Себебі ой бұзылынып жатыр, концентрация бұзылынып жатыр, адам қазіргі сәтте емес. Біз тамақ ішкен кезде қазіргі сәтте болуымыз керек, мүлде басқа бөлек нәрсе. Сол тамақтан ләззат алуымыз керек. Яғни біз тамақты көрдік, біздің бірнеше сезім мүшеміз бар. Отырмыз, бірінші құлақпен жан жағымызды естіп аламыз. Сағаттың дауысы естіліп жатыр. Бір шәйнектің дауысы естіліп жатыр дегендей. Мен осы жердемін. Мен ойымда емеспін, мен болашақта емеспін, мен өткен шақта емеспін, мен травмамда емеспін. Жоқ, мен қазіргі сақтамын. Содан кейін көрдім, тамағымда не тұр? Уже сұрақ қойылады. Тамағымда не тұр? Мен бұдан не аламын? Мінеки ақуыз тұр. Бұл жерде мен диетологым айтқанда, бұл жерде көкөністер тұр. Бұл жерде керекті маған углевод тұр. Бұл жерде жеміс жидектер тұр.
көзбен көрді. Енді дәм сезу. Осыны мен практиковать еткен кезде байқағаным, тамақтан қаншалықты қанағаттану сезімін, шүкіршілік сезімін алуға болады. Шүкіршілік сезімдердің өзі бөлінеді. Сол кезде шүкіршілік сезімі мынау ол ең максимум сезімдер ол. Ең мынау іштегі жігерді оятатын, өмірге деген қанағаттану, бақыт сезімін, қанағаттану сезімін беретін шүкіршілік сезім. Сол осы тамақпен медитация деп те аталады. Осыны практиковать еткен кезде оны қалай практиковать етеді? Жаңағындай бүкіл сезім мүшемізді қосамыз. Яғни естиміз, көреміз және де шайнаймыз. Шайнаған кезде сол сәттен ләззат алуды үйретесіз. Сол сәттен, өйткені шайнап жатқан кезде шайнаудың өзі ләззат екенін түсінеміз да. Тілімізде әр түрлі рецепторлар бар. Тек қана бір тәттіні ғана емес. Мысалға біз тәттіден ләззат алып үйреніп қалған болсақ, тек қана тәттіні сезуге тырысып отырамыз. Ал бұл жерде ащы бар, бұл жерде тұщы тұзды бар, бұл жерде тағы да тәтті бар, қышқыл дәм бар дегендей. Соның барлығын қалай екен зерттеп көріп, соны шайнап көріп, ол тағы да бір 100% ондай емес, менің өзімде ондай бола қоймайды үнемі, бірақ біртіндеп аптасына 3-4 рет әдетке айналса, ол кәдімгідей бір тынығатын, бір тынышталатын дүние болады. Өйткені біз қазір жаңағы стресстік, асығыстық деңгейде өмір сүріп жатырмыз ғой. Ақша табу керек, жұмыс істеу керек, бір нәтижеге қол жеткізу керек дейміз де, біз көп нәрседен расымен де ләззат ала алмаймыз. Күннің шыққанына қуана алмаймыз, жаңағы ағаштардың бір жарғанына қуана алмаймыз, сондай-ақ тамақтан да ләззат ала алмаймыз. Бұл да біздің психикалық жай күйімізге әсер етеді, міндетті түрде. Ол жаңағыны айтып кеткен психикалық бұзылыстарға алып келеді. Импульсивті, компульсивті, эмоциогенді тамақтану бұзылыстары дегеніміз осы. Яғни ол кішкене бір әдеттерден қалыптасады. Жаңағыдай экстернальды тамақтану бұзылысы деген бар. Ол дегеніміз өзіне керектіні білмейді, яғни өзінің ағзасына керектісін, өзіне пайдалысын білмейді. Жан-жақта сыртқа, экстернальды, сырттағы бір әсер етуші факторлармен жүреді. Мысалға, барды жұмысқа барды, жүр кеттік, тамақ іш бізбен бірге отыр, жоқ деп айтпайды, отырады. Үйге барды, қарын аш емес, бірақ үйде анасы, мен дайындап қойдым саған, іш, ауырып қаласың, іш, қазір грипп болып жатыр, вирус болып жатыр, іш дейді. Ол қарын ашып тұрған жоқ. Бірақ барады, айтқаннан соң өзін сезбей, барады, жаны тағы да жеп алады. Қарын ашып тұрған жоқ деп қалдыңыз, бірақ біз енді тамақты уақытында мезгілімен ішу керек дейміз. Қарнымыз ашпаса да ішуіміз керек па, түскі ас, кешкі ас? Негізі осы сезімді біле білсе, және де ағзаны бір ритмде жұмыс жасауға үйретіп қойса, ағза өзі сағат бір кезінде, биологиялық сағат бойынша кесте құрып қойса, бәрі өзіміздің қолымызда. Біз кесте құрамыз. Кесте құрып қойса, дәл сол уақытта қарын ашатын болады. Яғни сол уақытта қарын ашу сезімі туады. Автоматты түрде қарын ашу сезімі туады. Ал егер де бұлай болса, сыртқы факторларға байланысты тамақ ішеді, біресе тамақ ішпейді, біресе өзін шектейді, біресе түнде ішеді. Сөйтіп бұзылады. Бұзылғаннан кейін осыны тамақтану бұзылыстарға алып келеді, артық салмаққа алып келеді. Артық салмаққа алып келгеннен кейін енді шектей бастайды. Бұл шектеуші бұзылыс деп айтады. Шектеу, яғни мен қазір көп консультациялар, сопровождение өткізген кезде байқайтыным мынандай ой. Мен тамақ жемесем арықтаймын. Ал тамақ жемесем арықтаймын, арық болса мен әдемі боламын. Бірақ тамақ жеп жүріп, деніміз сауда әдемі болуға болады. Жоқ, мен шектеймін. Мен шектесем, енді сол осы 30-45 күн бойы түсіндіру процесі жүрінеді. Мынау ақуыз. Бұл ақуыз қорытылады, саған күш қуат береді, бұл майға айналмайды. Біз ойша сигнал беріп тастаймыз ғой, мен бір ай дұрыс өзімді шектесем күшті болып арықтаймын, бір ай шыдасам болды дейміз. Бір ай шыдаймыз, арықтаймыз. Одан кейін бір айдан кейін қайттан бұрынғы формаға келеді. Қараңыз, өйткені стресспен
Стресс шектеу. Қараңызшы, біз миға тапсырма берген кезде шектеу деген тапсырманы береміз. Көп адамдардан байқаймын, бұл осылай тағы да осылай сөйлесу арқылы консультация кезінде қандай сигнал береді? Ең бірінші шектеу деген сигнал береді. Мен айтып жатамын, қазір не істесе, мен қазір осыны майды шектеймін, ұнды шектеймін, кофені шектеймін, ойынның бәрі шектейтін тамақтарда. Фокус болатын тамақта емес. Түсінесіз? Запрет. Запретте. Енді ол ойлап жатыр, мен артық салмақ тастаймын, егерде мынау тамақтарды шектесем дейді. Сосын ода ішінде қарсыласу. Ол фокус сода. Ол тамақты одан сайын қалай береді, өйткені оны ойлай береді. Армандайды ғой. Ертең бір ай шыдасам, одан кейін барып ішем дейсіз. Иә, соны ойлай береді. Ол тамаққа тартылына береді. Анау пайдалы тамақтан ләззат алмайды. Жаңағындай бір борьба дейді ғой. Ішкі күресте жүреді. Ол күрес стрессті көбейтеді. Содан кейін бір айдан кейін көбінесе бұл жерде срывтар болады. Салмақ тастау бұндай стресспен керісінше қосып алу және де срывтар көп болады. Мысалға маған жазып жатады, мен бүгін жеп қойдым дейді. Не істеймін дейді. Кәдімгі стресске түсіп жататын, мен айтамын, ештеңе етпейді. Рұқсат етіңіз. Рұқсат етеміз. Жей бересіз. Иә, болды. Ары қарата жалғастыра беріңіз. Сіз 2 апта бойы жақсы ұстадыңыз ғой. Жоқ, мен ұстасам 100% жақсы ұстауым керек. Ұстамасам, бір жерден бұзылсам, болды. Ұрсат өз-өзіне. Ал бұл тағы да бір неге байланысты, сол бір қалай бізде фиксация болды. Өз-өзіңді жігерлендіру процесі қалай фиксация болды. Өзіңді мен ұстасам 100% ұстаймын, ұстанбасам, былай өзімді ұрсам, қаттырақ ұрсам, келесіде вообще бұзбайтындай. Жоқ, ол 1-2 рет, аптасына 1-2 рет бір өзіңе рұқсат беріп қонаққа барғанда, тойға бар, туған туыстармен болған кезде болады. Мен өзім айтамын, мысалға, маған менің енді диетолог, нутрициолог болғаннан кейін менің өзім табақшама қарап отырады адамдар, және өздері білмеймін, өздері шектейді. Мен айтып отырмаймын, мысалға, мен отырым шектеңдер деп. Жоқ, айтады, Марал, сен қасында біз осылай тамақтанамыз дейді. Мен өзім ет пен нанды жеп отырамын, 5 бармақ жеп отырамын. Бірақ мен қалай жеу керек екенін білмеймін. Бірінші су ішемін, жаңағындай көкөністер жеймін, етпен. Сосын мен айтамын, білмеймін, өздеріңіз шектей беріңіздер, мен шектемеймін ешнәрседе. Менде рұқсат беретін күндер бар. Мен өзіме осындай бір қамқорлықпен стрессіз тамақтанғым келеді деймін. Мен осыны таңдаймын. Марал, бізде мысалы артық салмағы бар көп адамдар жаңа шектеу қойғаннан кейін дәрумендер түспейтінін біледі ғой, тамақ арқылы келетінін біледі. Олар мүлде тамақ жемей қояды, бірақ үнемі дәрумендер қабылдап жүреді. Бұл біздің ағзамызға сіңімді бола ма? Мысалы, темір, немесе тағы да кальций бар өнімдерді, сүзбе, сүт өнімдерін мүлде тұтынбайды, бірақ кальций ішеді. Тамақ ол бүкіл денсаулықтың негізі. Табиғи дәрумен тамақта, иә? Тамақта. Тамақ ол денсаулықтың негізі. Мен дәрумендерді қалыпқа келтіруге, сырттан алуға, амин қышқылдарын, ферменттерді, жаңағыдай өте айдайтындарды алуға қарсы емеспін. Бірақ тамақ сол препараттардың әсерін одан сайын күшейтеді. Ол фундамент. Тамақ ол фундамент. Керісінше сіз тамақтануды реттеу арқылы мынау дәрумендердің сіңімділігін жақсартасыз. Яғни біз детоксикацияны, ас қорыту процесін жақсартатын тамақтарды қолдану арқылы, биологиялық сағатқа сай тамақтану арқылы, режиммен тамақтану арқылы ас қорыту процесін, перистальтика дейміз, асқазан шектерінің қозғалысы жақсарады, өт шығады. Өйткені тамақ ішкен кезде өт шығады ғой. Өт бөлінеді. Өт тұнып тұрмайды. Әрбір дәрумендер, майда сіңетін дәрумендер үшін өт керек. Енді ол мысалға айтады, мен қазір осындай препараттар жүрмін, дәрумендер жүрмін, осыдан алып жатырмын ғой мен. Майлы тамақ жегім келмейді, омега ішіп жүрмін. Иә, керектілерін бәрін алып жатырмын препараттардан, мықты, керемет енді. Ұсынған, қымбат. Блогерлер ұсынған, бәленбай мың сондай ұсынған, осыны іше берсем болды, тамақ ішпесем де болады, ничего страшного дейді. Бірақ та жоқ. Керісінше бірінші тамақтан бастау керек. Содан кейін барып басқа препараттар. Мен даже айтам, жаңағындай тамаққа ешқандай препарат жетпейді. Көп қолданатын сөз ол ұйқыны
ұйқыға жететін препарат жоқ. Табиғи Ұйқы, ем, табиғи қуат ем, беретін. иммуномодулятор, жаңағы вирусқа қарсы әсер ететін, және де анти-эйдж дейміз ғой, жаңағындай әдемілік, мынау Қартаюға тегін қарсы. крем қартаюға қарсы әсер етеді. Ұйқы деп қалдыңыз ғой. Негізгі денсаулықтың негізгі кілті бұл дұрыс тамақтану, уақытында ұйықтау, су ішу және жаяу жүру, серуендеу дейді. Бірақ барлығын ұстанбайтын жағдайлар болады. Біреулер дұрыс тамақтанады, суды ішеді, жаяу жүрмейді, далаға шықпайды. Біреулер барлығын ұстайды, бірақ уақытында ұйықтай алмайды. Түнгі кезекпен жұмыс істейтіндер бар. Бұл жағдайда ағзада қандай процесстер жүруі мүмкін? Қалай тамақтанады? Әсіресе түнгі кезекшілікте, түнгі сменде жұмыс жасайтын адамдар үшін. Түнгі сменде жұмыс жасайтын адамдар, бұл жерде түнде тамақтанады олар. Түн кезі жалпы не үшін арналған? Біз демалып, ағзамыз ұйықтап, энергия алу үшін арналған. Түн соған арналған. Өйткені түн кезінде қан қысымы төмендейді, асқорыту процесі төмендейді, температура түседі. Жаңағындай бізде лимфатическая система бар, глимфатическая дейді. Біз күні бойы ойланған ақпараттардың өзі архивке кете бастайды. Мида, иә. Түн кезде тамақтанған кезде ол ағзаға зиян. Біріншіден оны айтып қою керек, маған келіп жатады, бірақ мен жұмысымды ауыстыра алмаймын дейді. Бірақ та мен айтып жатам, онда сол кезде тынығуға, жаңағындай жеңіл тамақ жеуге тырысыңыз. Оның жаңағындай таңғы уақытта, түскі уақытта соны қалыпқа келтіруге тырысыңыз, ұйықтауға тырысыңыз деп. Ұйқыны қалыпқа келтіру керек, себебі ұйқыда біз энергияны аламыз. Ұйқы бізде күйзеліс гормонын төмендетеді. Кортизол төмендетеді. Түн кезінде тамақтанатын адамдарда, мысалға түнде ұйықтамайтын адамдарда күні бойы тәбеті өте жоғары болады. Өйткені түнде керекті энергия алынған жоқ қой. Енді оны тамақтан алады. Ағза түн не үшін арналған? Бәрі бүкілі бізге көрініп тұр, түн ұйықтау үшін, демалу үшін арналған. Түнде жұмыс жасайды, түнде ұйықтамайды, түнде тамақ ішеді, содан кейін ұйықтамағаннан кейін тынығып энергия алмайды. Түске дейін калориясы көп тамақты қалап тұрады, осы майлыны қалап тұрады, фастфуд жегісі келіп тұрады. Соны өзі прям соны қалап майлы, сосын өзін ойлайды, не себепті мен жеп жатырмын, калориясы көп. Оны жесем тоям деп ойлаймыз, иә? Оны жесем мен тоям, оны ағза энергия алу үшін сұрап жатыр. Өйткені біздің бір күндік ұйықтамауымыз кәдімгідей 5-7 күнге дейін әсер етеді күйге. Бір күн ұйықтамайды. Күй дегеніміз состояние. Состояние. Яғни, мынау бір концентрация бұзылады. Ойлау, зейін бұзылады. Көңіл күй түседі. Ұйқышылдық. Бір жаңағыдай энергиясыз, көңіл күйсіз жүреді. Әрен өзін ұстап, әкеліп, сөйтіп жүреді. Негізі ол осы дұрыс ұйықтаған кезде, ұйықтау керек кезде, ұйықтаған кезде, тамақ ішу керек кезде, тамақ ішкен кезде күй мүлде басқаша болады, состояние. Яғни энергичность болады, жұмыс жасағысы келеді, көңіл күйі күшті болады, әртүрлі идеялар келеді. Марал, бізде артық салмағы бар адамдар әрине салмақ тастағысы келеді. Бірақ тез арада бір айдың ішінде көп салмақ тастау қаншалықты зиян? Егер де адамның салмағы 100 килограммнан асып кететін болса, оның бойы орташа есеппен мысалы 160-165 сантиметр болатын болса, бұндай адамдарға қанша уақыт ішінде салмақ тастау керек? Салмақты асықпай тастау керек. Дұрысы сол. Дұрысы, тиімдісі сол. Өйткені бұл жерде артық салмақтың себептерін анықтаймыз біз. Себептерін анықтағанда міндетті түрде қалқанша безі жұмысы бұзылыста болады, бауырдың жұмысы бұзылған, асқазан шек жол жұмысы бұзылған. Соның барлығын қалыпқа келтіру үшін бір 3-6 айдай кетеді. Асығудың қажеті жоқ? Асығудың мүлде керек жоқ. Керісінше сол процестен ләззат алып, сол жұмыс жасаған кезде бұл салмақ қайттан келмейді. Тез салмақ тастасақ, тез қайттан қосып алуға қауіп бар. 2 есе тіпті, е? Тіпті 2 есе. Өйткені тез дегеніміз бұл өзіңді тығырыққа тіреу. Тез. Мен анау нәтижеге тез жеткім келіп тұр.
тез деген бұл жерде жетіспеушілік. Тез қатты қалап тұрмын, тез алуым керек, және де аз уақытта. Бұл өзіңнің күшіңе, өзіңнің биологиялық күйіңе сай емес мақсат қою. Және өзіңді кіргізіп рамка қойып қою, сен жету керексің деп. Бұл дегеніміз тағы да психикалық стресс. Екіншіден, биохимиялық дисбаланстарға, керісінше ауруларға алып келуі мүмкін. Үшіншіден, қайта салмақ қосып алу қаупі жоғары. Негізі индивидуалды түрде дәрігермен анализдердің барлығын тапсырып, анализ тапсырып, немесе бір 2 ай, 3 ай, 1 ай болсын сопровождение алып, сондай жұмыс жасаған жөн. Өйткені сырттан керекті оған, ол қабылдай алатын ақпаратты 30-45 күн бойы айтылған кезде ол әдетке айналады. Жалпы әдет қазіргі кезде 45 күн деп айтып жатыр. 21 күн дегеніміз қалды. 21 күн деген қалды. Қазіргі жаңа мәліметтер бойынша әдет қалыптастыру 30-45 күн. 45 күн ұзарып кеткен себебі біздің ерік жігеріміз қазір жетіспейтін шығар мүмкін. Бүкіл тез тамақ жеу, тез жаңағындай тез айналымдағы видеоларды көру, сол бізде тапсырыс беру, тез алу, затты да онлайн алу. Барлығын тез қол жеткізгіміз келеді. Бір асықпайтын замедленность жетпейді бізде. Бұрын расымен де есіңізде ме? Біздің бала кезімізде жаңағы аудан орталығына келіп емделіп, ауруханада жататын туыстарымыз 21 күн жататын. Қазір ауруханада 7-10 күннен кейін шығарып жібереді, бәрі қысқарып кетті. Қысқарып кетті 7-10 күн. Жақсы. Енді артық салмақты айттық, бірақ салмақ қосқысы келетіндер, бұлшық массасын жинағысы келетін қыз-жігіттер де бар. Жақсы тамақ жейді, оны айналасындағылар осы тамақты опырып жейді, ішінде құрты бар шығар деп келемештеп келе кетіп жатады. Егер генетикасында ата-анасы арық болса, бұлшық массасын жинауға кішкене болса да салмақ қосуға мүмкіндік бар ма? Қараңыз, қазір мен ағзан тестілеуді өткізіп жатырмын. Яғни әрбір адамның, келген адамның дене құрамын қараймын, неден тұратын. Және де мен өте сондай арықпын, менде салмақпен ешқандай проблема жоқ деген адамдардың мынау дене құрамы майдан тұрады. Бұлшық жоқ. Менде де май ма екен сонда? Қарау керек оны. Бұлшық жоқ. Сіз сонда кәдімгі шешіндіріп, визуалды түрде қарайсыз? Аппаратпен. Арнайы аппарат бар. Ол жаңағы фитнес орталықтарда бар. Фитнес орталықтарда, басқа орталықтарда бар. Ағзаның құрамын, қанша процент килограмм майдан тұрады, қанша процент килограмм судан тұрады, қанша процент килограмм бұлшық еттен тұрады. Өйткені арық адамдар болады, денесінде су көп болса, бүлкілдеп ісіп жүретін. Содан кейін қандай түсінік? Бұлшық деген не үшін керек? Мынау баланс ұстап тамақ ішу деген не үшін керек екен? Білмегендіктен салмақ қосу үшін фастфуд жейді, майлы тамақ жейді, тәтті жейді. Ең бастысы мынау бетті келтіріп алу, денені келтіріп алу, кішкене бір мынау тамақ жоқ па деп айтпайтындай, сол жұрттар айтпайтындай кішкене өзім келтіріп алсам. Бізде сондай түсінік қалыптасқан ғой, арық адам аурушаң болады, толық болу керек, семіз адамдар ауырмайды деген әже аталарымыз арық адамды көрсе немерелеріне ұрысып жатады, тамақ іш деп, Тамақты бере береді, жаңағындай ет, сорпа, түн болсын, түс болсын, ата-анасы тамақ бермей ма деп ойлайды ғой деп бір нетіп жататын да бар, солай айтып жататын да бар, мен естіп жатам. Оның бәрін бұл жерде кәдімгідей профессионалды, сапалы подход керек. Яғни содан мен қарап отқаным, өзін мен арықпын деп жататын адамда май көп, бұлшық ет аз, жаңағындай немесе су жетіспейді, немесе су жетіспеушілігі өте көп. Барлығы жоқ, барлығында емес, суды қазіргі кезде саналы адамдар көбейіп жатыр. Жаттығуға уақыт бөліп, ұйқыға, суға, су ішуге қазір
мен байқағаным саналы адамдар жаңағындай жылына 2 рет чекап өтетін адамдар өте көбейіп жатыр. Өйткені тікелей біздің денсаулығымыз жаңағындай денсаулығымыз өміріміздің потенциалымызды ашуға, өзімізді қалай ұстауымызға, отбасымызбен қарым-қатынасқа маңызын түсініп жатыр. Яғни алдын алумен көбісі жұмыс жасап жатыр. Бұл жақсы ғой. Бұл өте керемет нәрсе. Оның үстіне қазақ тілді аудиторияда біздің өзіміздің қазақтар осындай салауатты өмір сүру салтына бет бұрып жатса өте жақсы. Расымен де қазір кез келген тұрғын үйдің кешенінің астында йога орталықтары бар, фитнес орталықтары өте көп. Сондықтан бұл қуантарлық жайт. Ал енді диетолог маман ретінде сұрайыншы, жақсы дұрыс тамақтанады, барлығын уақытында істейді. Енді сіңімді болу үшін физикалық жүктеме міндетті түрде керек пе? Мысалы, уақыты жоқ, спортпен айналысатын, жаттығу жасайтын, жаяу жүретін, уақытым жоқ дейді ал. Жұмысбасты кісілер көп қой бізде, оның үстіне Астанада. Жоқ, ол өтірік нәрсе. Өтірік нәрсе, иә? Өтірік Бұл нәрсе, сылтау ма? уақыт жоқ емес. Сылтау ма? Сылтау. Ол приоритеттің болмауынан. Жаттығу жасауға көп уақыт кетпейді. Жаттығу жасауға 5-10 минуттық жаттығулар да. Таңғы жаттығу. 15 минуттық таңғы жаттығулар бар, тыныс алу жаттығулар бар. Бұл уақыт жоқтықтан емес, уақыт жоқ қылып тұрған біз өзіміз. Негізінде уақыт бар. Уақыт және ұзарады, егер де біз қаласақ, егер де біз ниеттенсек. Жоспар жоқтан мүмкін. Жоспар жоқ, қалау жоқ, приоритет жоқ, керек емес. Сондықтан уақыт та жоқ. Қалау жоқ, приоритет жоқ, және де уақыт жоқ. Болды. Қалау бар, приоритет бар, уақыт та табады. Қазір енді ата-аналардың ең толғандыратын дүниесі балаларын дұрыс тамақтандыра алмайды. Балалардың бәрі фри картоплын жегісі келеді, пицца жегісі келеді, суши жегісі келеді, бірақ еттен котлет жегісі келмейді, айран ішкісі келмейді, сүзбе дейміз, творог жегісі келмейді. Не істейміз, қалай тамақтандыру? Жалпы баланың тамақтану тәртібін дүниеге келген сәттен бастап қалыптастыра аламыз ба? Дұрыс айтасыз. Тамақтану процесі анасы омыраумен емізгеннен бастап қалыптасады. Яғни 1-3 жасында, 1-3 жаста осы бізде бүкіл ақпаратты фиксация болатын кез, сол кезде анасы қалай тамақтандырады, қарны аш кезінде тамақтандырмай ма, тамақтандыра ма. Сол кезде өзін өзі тану процесі болады. Менің қарным аш, мен тамақ іштім, тойдым. Егер де мынандай мәселелер де болып жатады, баланың қарны аш, жылап жатады, бірақ тамақтандырмайды, ол кезде уже бұзылыстар болады. Немесе көп келетін нәрсе, аш болсын, аш болмасын, қандай болсын қажеттілігін, басқа да қажеттілігін, эмоцияда қажеттілік бар, мысалға, тамақпен басу. Сол кезде Махаббат беруге уақыт жоқ, бірақ пиццаға апаруға уақыт табады. Сол ғой, айтып отырғаныңыз. Сол. Сол кезде ол балаға тікелей әсер етеді, болашағына әсер етеді, жаңағыдай өзін өзі тануына әсер етеді, эмоциясын тануға, эмоциональды тамақтану бұзылысы осыдан болады. Мамасы білмейді қалай жұбату керек екен, не сөз айту керек екен. Мен сені түсініп тұрмын, сен қалай ренжулісің, сезімдердің өзі толып жатыр ғой. Орнына компьютер деген. Мен сені түсініп тұрмын, сен ренжіп тұрсың ғой. Бала уже біледі, ренжу сезімі дейтін осы екен ғой дейді. Ол оның орнына барып пицца, кола жемейді. Ол бірінші өзінің сезімімен жұмыс жасайды. Ал егер де анасы осы сезіммен жұмыс жасауды білмесе, бірінші өзімен жұмыс жасау керек, өзінікімен жұмыс жасамаған болса, баласымен де жұмыс жасамайды. Ол кезде тамақтану тек қана тамақпен басатын болса, артынан баласы міндетті түрде бүкіл эмоциясын тамақпен басатын болады. Махаббатты, көңіл аударуды да тамақтан алатын болады. Марал, енді сен жаңа шектеу қою деп айтып қалып жатсың ғой, бірақ шектеу мен зиян тамақтардың айырмашылығын, ара жігін айырып алуымыз керек, түсінуіміз керек, қалыпты жағдайда, отбасылық дастарханда сіздің пікіріңізше күнделікті жейтін тағамдардың ішінде не тұру керек, не тұрмау керек? Қалыпты жағдайда бізде бұл жерде ең бастысы неден басталады? Бірінші нан тұрса болады. Қара нан болса, ол мөлшермен,
желіну керек. Одан да біз жауып тастауға болмайды. Углевод жаңағындай. Жоқ, пайдалы нандар көп. Қара нан, дрожжсыз нан, дәнді аштықсыз. дақылдардан жасалған бар. Жаңағындай аштықсыз жасалған глютенсіз нандар бар, көптеген нандар бар. Содан кейін май. Бұл жерде міндетті түрде біз жаңағы наннан көмір суды алатын болсақ, майдан біз майды аламыз, ол біздің өттің шығуына әсер етеді. Содан кейін бұл жерде көкөністер міндетті түрде, әртүрлі жеміс жидектер, көкөністер. Содан сонда мысалға орехтерді қойып қоюға болады. Финики дегенде қойса болады. Мысалға егерде қатты тәтті қалайтын болса, әртүрлі жаңғақтардың түрлері бар, макадамия дейтін тәттіге ұқсас. Жаңағындай кептірілген жемістер, финик қойып қоюға болады. Дәнді дақылдардан жасалған гранолуды қойып қоюға болады. Содан кейін кепкен жемістер, оны да қатты әр нәрсенің біз зиянды және де пайдалыны оның мөлшерімен анықтаймыз. Оның мөлшері зияндыны және пайдалы деп. Толықтай нанды зиянды деп алып тастай алмаймыз. Оның мөлшері оның зиянына анықтама береді. Және құрамы. Оны сұрап отырған себебім, бізде мынандай бір психологиялық түсінік бар. Дастарханда түк жоқ екен, дастарханымыз толып тұрса екен деген ұғым бар. Кәмпит, вафли, печенье, түрлі варенье барлығын самсатып қойып қоямыз. Сіз бұларды ұсынатын ба едіңіз күнделікті дастарханға? Жоқ, бұл жерде күнделікті дастарханға болатын тамақ тұру керек. Және міндетті түрде оны көргеннен кейін адам қызғаны. Және де ал егер де біз дастарханға тек пайдалы нәрселерді қойып қойсақ, біз үйретіп тастаймыз. Ол 30-35 күннен кейін әдетке айналып кетеді. Бір ай шыдауымыз керек екен ғой, ең болмағанда. Бір ай ғана. Содан кейін жаңағындай варенье, тәттілердің болмауы қалыпты болады. Және де ол тамақтың үстіндегі дастарханда не тұрғанға қарап, сапасына қарап мән береді. Сондықтан мысалы су ішкен кезде, пайдалы тамақтанған кезде міндетті түрде егер де пайдалы тамақ болмаса, тамақ дайындалмаса, не істейміз? Біз барамызда бәрібір де тойымдылық сезімін, аштық сезімін басу үшін үйде тұрған нәрсені жейміз. Үйде тұрады, ол жерде шоколад тұрса, шоколад жерінеді, тәтті тұрса, тәтті жерінеді. Сондықтан солай бастаған жөн еді пайдалы тамақтар. Қойып, ал бір тәтті тым болмаса бір декорация, бір әдемілік үшін қоюға болады қонақтарға, жаңағыдай өзімізге арасында жеуге дегендей. Енді қазір Марал интегративті медицина жақсы насихатталып жатыр. Анти-эйдж бағытында жұмыс істейтін эксперттер бар, әлеуметтік желілерде соңғы кезде мен жиі байқаймын. Химиялық шампунь, жаңағы жуынатын заттардан мүлде бас тартыңыз, үйді тазалайтын дүниелерден бас тартыңыз, пластик ыдыстан ішпеңіздер, табаның мынандай түрімен болмайды, алюмин кастрөлге ет қайнатуға болмайды, жаңағы силикон ожауларды пайдалануға болмайды. Осындай дүниелерді көрген кезде кәдімгідей ойланып қаламыз. Өмір сүруге болады ма, жоқ па, не болып кетті, барлығына болмайды деген кезде шатаса бастайды адам. Күшті сұрақ. Өйткені мен жақында ғана өзім инста парақшамда бөліскем. Маған жіберіп тұрады ғой. Марал, бауырды болмайды деп жатыр ғой дейді. Мен айтамын, сонда не болады, бола ма, болмай ма, маған жауабын айтшы дейді. Болады или болмайды. Сосын мен айттым, мына жерде бір дәрігер болады деп жатады. Бауыр өте пайдалы. Суперфуд. Мына жерде болмайды паразиттер деп жатады. Ана жерде анау болмайды, мына жерде мынау болмайды. Мен бұрын мысалы бүйректі жақсы жейтін едім. Қой сойғанда бүйрек пісіреді ғой. Одан кейін бір дәрігерлерден жаңағы енді ол зәр шығару системасын фильтрациядан өткізетін ең үлкен бүйрек болғаннан кейін ол жерде лас заттар көп болады. Оны жемеу керек дегеннен кейін кәдімгідей сүйікті асымды жей алмайтын болып қалдым. Сондай дүниелер көп қой қазір, Сіз не дедіңіз? Бауыр пайдалы ма, жоқ па? Бауыр пайдалы. Мен айтқаным, бұл үрейлік состояние қалып келеді. Соны айтам, қорқып қалып жатырмыз. Қорқыныш уже. Қорқыныш, анау тамақ жеуге қорқады, нан істеуге қорқады, анау кілемдерден қорқады, химиядан қорқады, ыдыстан қорқып жатырмыз. Қорқу сезімі, қараңызшы, жерде бұның барлығы мейіріммен жасалынып жатқан нәрсе деп ойлаймын, жаңағындай контент жүргізіп жатқан кезде. Бірақ тағы да қай жақтан келе жатыр бұл? Қай жақтан келе жатыр? Қорқыныш сезімі арқылы жасатқызу.
деп ойлаймын, менің өзім түсінігімше. Менің өзімнің түсінімше жасатқымыз келеді, жасату үшін, пайдалы нәрсені жасату үшін біз сезім тудыруымыз керек. Енді қандай сезім тудырып жатырмыз біз? Қорқыныш сезімін. Тағы да бауыр оның мүлде болмайды деп айтуға болмайды. Егер де сенімді түрде, жаңағындай сенімді қасапшыдан алынған болса, гормонсыз, кәдімгідей жайылған, көк шөп жеп өскен, малдан алынған етті бауырды жеуге болады. Жай ғана басқа процесстермен айналыса беру керек. Ұйқыны дұрыстау, суды реттеу, басқа жағын. Оған көңіл аудармайын дегенше. Иә, мен айтатын фокусты болады. Жақсы нәрсеге, Пайдалы екен. пайдалыға. Неге аудармасқа? Тағы да неге біз болмайды? Зиян шектеу керек. Зиян болмайды шектеу. Неге біз өзімізді сондай бір тығырыққа тірейміз? Керісінше басқа ақпаратты қарайық. Болады, пайдалы, бір өзінің шегін білу керек, бір ортаңғы бір не дейді, бір границаны айтатындай, шекараны айтатындай, сондай ақпараттарды тыңдап, сондай боладыға акцент беріп, жақсыға, пайдалыға акцент. Мынаның өйткені әрбір нәрсенің қандай оймен жейміз тамақты. Біз тамақ жеп жатқан кезде, мынау зиян деп айтып еді анау жолы, анау врач. Бұл енді зиянды болып кетіп, қорқыныш сезіммен тамақ жесек, әрбір спазмдап. Егер де біз қорықпай, бір тапсырып, сеніп ішсек, бұл ешқандай зиян болмайды оның. Әрбір нәрсе жаңа ойға байланысты, мөлшерге байланысты, және де басқа нәрселер бар ғой. Басқа нәрсені қалыпқа келтіре беру керек та. Егер де мысалға детоксикацияны бұзылатын косметикалар, сондай химиялық заттар қолданатын болса, онда детоксикацияны жақсартып отыру керек. Ұйқы, 15-20 рет отырып тұру, жаңа приседание жасау, жаттығу жасау, дәруменді қалыпқа келтіру, өттің шығуын қалыпқа келтіру, ыстық су ішу дегендей. Басқа нәрселермен жұмыс жасай беруіміз керек. Жақсы. Қорықпай өмір сүре беруге болады сонда. Күшті, қорықпай өмір сүру керек, және тамақ ішуден ләззат алу керек деген дүниеңіз маған қатты ұнады. Сұхбаттың соңында біздің денсаулық YouTube каналының көрермендеріне диетолог, нутрициолог маман ретінде біз бұрын естімеген, бәлкім көңіл назар аудармаған жақсы кеңесіңізді ұсынсаңыз. Бұл сабырлық, яғни асықпау. Өйткені асықпаған кезде не байланысы бар деп ойлайтын шығарсыздар, бірақ асықпаған кезде біз тамақтан ләззат ала аламыз, дұрыс тамақты таңдай аламыз. Сіңімді болады. Сіңімдісін таңдай аламыз. Болады, сіңімді, пайдалысын таңдап, саналы түрде өмір сүре аламыз. Саналы тамақтану дегеніміз осы. Біз пайдалы ақпараттарды алдық, оқыдық. Енді осындай бір асықпаған күйде, осындай қазіргі сәтте болып тамақтансақ, тамағымыз сіңімді де пайдалы да болады. Сондықтан кеңесім қарапайым нәрселерді орындау, асықпай, тамақ ішу, су ішу, уайымдамау, көңіл күйде жүру, және де сапалы өмір сүруге талпыну, сапалы өмір сүру қазіргіден. Сіздің кеңесіңізден мен қазір мынадай ой туындап отыр. Енді жұмыс кезінде түскі ас ішетін кезде телефонымды өшіріп қойып, асықпай, сабырмен тамақ ішетін боламын. Рахмет сізге, Марал. Бүгін сұхбатымыз аяқталды. Жақындарыңызбен бөлісіңіз, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Денсаулық каналына ең бастысы жазылып қойыңыз. Және диетолог, нутрициолог дәрігердің айтқан кеңестеріне құлақ түрсеңіз, өмірді қиындатпаймыз, кез келген нәрсені шешімімізді дұрыс қабылдап, ол нәрсенің зиян пайдалысын ажырата білсек, және өзімізде жігер болса, кез келген артық салмақты да жеңуге болады, және дұрыс тамақтану мен салауатты өмір салтына көшуге де болады. Кездескенше аман болыңыздар.